Сәлем барлықтарыңызға. Өте дәмді, оңай болып шығатын ең сәтті, яғни удачный рецепт дейміз ғой, ең идеальный рецепт бекеш саусақтары, яғни дамские пальчики жасаймыз. Қонақтарыңыз келсе, торттың орнына дәл осы тәттіні жасаңыздар. Алдымен кастролямызға суымызды құямыз, үстіне сары майды қосып, сары майымыз ергенше жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай кішкене шым-шым тұз қосып жіберіңіздер. Асты орташа отта болуы керек. Сөйтіп сары майымыз толық ергеннен кейін бірақ ұнымызды аз-аз мөлшерден саламыз. Ұнды саламыз, осы араластырамыз. Арасында іртік болмауы керек. Сол үшін жақсылап араластырасыздар қыздар. Астын өшіріп, осылай ұнымыз ергенше толықтай араластырамыз. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Яғни қамырымызды толықтай суытамыз. Себебі жұмыртқа қосқандықтан жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек. Қамырымыз толық суығаннан кейін бір жұмыртқадан сала отырып миксермен араластырамыз. Бір жұмыртқаны саламыз, жақсылап араластырамыз, тағы да саламыз, 1 минутта жақсылап араластырамыз. Каждый жұмыртқа салған сайын арасы 1 минут болуы керек. Одан кейін кондитерлік мешокқа осылай құйып аламыз да, сапалы пергаментный бумагамыздың үстіне өздеріңіз қалауларынша осылай құйып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 80 градуста 30 минуттай пісіреміз. Осылай өте үлпілдек жұп-жұмсақ, іші толықтай пісіп шығады. Кремін қыздар өз қалауларынша жасасаңыздар болады. Менде бұл жерде 20% сметана және де қантты қостым, немесе сахарная пудра қоссаңыз да, сливкимен жасасаңыздар да болады. Осылай бір-бір малып шығып, бірінің үстіне бірі как пирамида сияқты жинай бересіздер. Менде 2 ыдысқа шықты, холодильникке 1 түнге қалдырамыз қыздар. Себебі кремі сіңуі керек. 1 түннен кейін бетіне шоколадпен, осылай жеміс-жидекпен әсемдей берсеңіздер болады. YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар қыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.